Мәтін мазмұнын айтудағы қиындықты қалай жеңдім? Себептері: баланың есте сақтау қабілеті өте нашар. Сөздік қоры жоқ. Мән бермей сырылдатып оқиды. Оны шешудің жолдары: біріншіден, сурет бойынша жұмыс жасатыңыз. Екіншіден, мәтіндегі оқыған сөйлемдерді суретпен елестетсін. Яғни, мәтін қысқа мәтіндер болса, оны сурет арқылы оқиғаны елестете білу керек. Үшіншіден, егер мәтін көлемді болса, онда негізгі кілтті сөздерді түртіп алып отыру керек. Сонда ғана бала мазмұндап айтуға үйренеді. Ақпаратым пайдалы болса, лүпілдетіп, пытырлатып, пікір жазып, қажет болса, сақтап алыңыздар. Менің парақшама тіркелуді